Қазақстан Республикасы құрлық әскерлерінің жауынгерлік дайындық бағдарламасында атыс дайындығы пәніне ерекше көңіл бөлінеді. Атыс дайындығында әскери қызметшілер ату қаруынан атудың ережелері мен тәсілдерін оқып үйренеді. Бұл оларға тәулік пен жыл мезгіліндегі кез келген ауа райында, жергілікті жердің кез келген жағдайында, әртүрлі жағдайлардағы түрлі қашықтықта кенеттен пайда болған және жылжып келе жатқан жекеленген немесе топтық нысаналарды атыспен құртып жою үшін қажет. Жалпы жағдай. Атыс қаруы ұрыс жағдайында жарақталған оқ жатырымен қоса тасымалданады. Атыс қаруынан ату қарсыластың көрінуі күтілетін нысанамен жер учаскесі көрінетінде кез келген жерде және әртүрлі жағдайда жүргізілуі мүмкін. Әрбір атқыш атыс тәсілдерін орындаудың жалпы ережелерін басшылыққа ала отырып және өзінің жеке ерекшеліктерін ескеріп, атысты нәтижелі жүргізу үшін басын, денесін, қолы мен аяғын оңтайлы, тұрақты етіп, бір жаққа қою керек. Атыс қаруынан ату, атысқа дайындықтан, атыс жүргізу мен атысты тоқтатудан тұрады. АК-74 және РПК-74 қаруынан жатып ату жағдайында атысқа ыңғайлану. Атыс жүргізу үшін атысқа ыңғайлану жағдайды анықтау мен қаруды оқтаудан тұрады. Жаттығу сабақтарында атысқа ыңғайлану үшін пәрмендер бөліп-бөліп берілуі мүмкін. Мысалы, Жауынгер Жұбанганов, мен атыс шебіне адым, бас, топ болады. Жатып ату жағдайында оқта. Жатып ату жағдайына ыңғайлану кезінде, егер автомат бауға жағдайында болса, онда оң қолды бау бойымен біраз жоғары созып, автоматты иықтан түсіреді. Оны сол қолмен оңғы жабуынан ұстап, содан соң оң қолмен автоматты оңғының ауыз жағымен алға қаратып ұстайды. Осымен бір уақытта оң аяқпен алға және біраз оң жаққа қарай толық адым жасалады. Алға қарай еңкейе сол аяқпен тізерлейді де, сол қолды жерге, саусақтарды оңға қаратып қояды. Содан соң сол аяқ жамбасымен сол қол білегіне алма кезек тіреліп, сол жақ бүйірге жатады. Аяқтың ұштарын сырт қарата созып, етбетімен тездетіп жата қалу керек. Бұл кезде сол қолдың алақанымен автомат құндағынан ұсталады. АК-74 автоматы мен РПК-74 пулеметін оқтау. Егер автоматқа пулеметке бұрын оқ-жатар біріктірілмеген болса, онда оқтау үшін жабдықталған оқ-жатар біріктіріледі. Автомат пулемет тежегіштен алынады. Ауыстырғыш қажетті атыс түріне қойылады. Бекітпе жақтауын шапшаң артқа қарай соңына дейін шегіндіріп, және оны өздігімен жіберу керек. Егер тез арада оқ ату жағдайы немесе ат пәрмені берілмеген болса, автоматты пулеметті сақтандырғышқа қойып, оң қолды тапанша сабына түсіреді. Егер автомат кеудеге жағдайында болса, онда сол қолмен автоматтың құндағының астынан және оңғы бастырмасынан ұстап, оны біршама алға және жоғары қарай көтеріңкірейді де, оң қолды автомат бауының астынан шығарады. Содан соң бауды басынан асыра лақтырып, оң қолмен автоматты оңғы бастырмасынан және құндағынан алады. Әрі қарай жатып ату үшін ыңғайлану автоматта бауға жағдайында жүргізіледі. Егер пулемет бауға жағдайында болса, онда оң қолды белдік бойымен біраз жоғары көтеріп, пулеметті иықтан түсіреді де, оны сол қолмен ағытқыш доғасымен оңғы қорабынан ұстайды. Содан соң оң қолға пулеметті оңғы бастырмасымен құндағынан алып, сол қолмен оның тіреу сирақтарын ажыратады. Осымен бір уақытта оң аяқпен алға қарай толық адым жасайды және алға қарай еңкейе ату бағытына қаратып пулеметті тіреу сирақтарына қояды. Осындай жағдайда тұрып, екі қолмен жер тірейді де, аяқты артқа жіберіп, етбетінен жатады. АК-74 және РПК-74 қаруынан тізерлеп ату жағдайында атуға ыңғайлану. Жауынгер Жұбанганов, мен атыс шебіне адым, бас, топ болады. Тізерлеп ату жағдайында оқта.
тізерлеп атыс жүргізу жағдайына орналасу үшін автоматты пулеметті ұңғы бастырмасымен және ұңғы аузын алға қаратылған жағдайында құндағынан ұстап, сонымен бір уақытта оң аяқты артқа жібереді де оң жақ тіземен тізерлеп өкшеге отырады. Осы кезде сол аяқтың жіліншігі тік күйінде қалып, жамбас тік бұрышқа шамалас жақын болуы керек. Автоматты құндағымен сол қолға ауыстырып, нысанаға қарай бағыттайды. АК-74 және РПК-74 қаруынан тұрып ату жағдайында атуға ыңғайлану. Жауынгер Жбанганов, мен атыс шебіне адым бас құп болады. Тұрып ату жағдайында оқта. Тұрып ату жағдайын қабылдау үшін, егер автомат бауға жағдайында болса, нысана бағытына қарай жартылай оңға бұрылу керек. Сол аяқты иық деңгейінде жылжытып, автоматшы өзін нысана бағытына түзеледі. Сол қалыпта дене салмағы екі аяққа тең түседі. Осы жағдаймен бір уақытта оң қолымен бауды сәл көтере ұстап, автоматты пулеметті иықтан алады да, сол қолмен құндақ пен ұңғы бастырмасынан ұстап, ұңғының ауыз жағын алға, нысана жаққа тез бағыттау керек. Егер автомат кеудеге жағдайында болса, онда сол қолмен автоматтың құндағынан және ұңғы бастырмасынан ұстап, оны бір шама алға және жоғары қарай көтеріңкірейді де, оң қолды автомат бауының астынан шығарады. Содан соң бауды басынан асыра лақтырады. Сонымен бір мезгілде оңға жартылай бұрылу керек. Сол аяқты сол иық деңгейінде жылжатып, автоматшыға ыңғайлы жағдайға келтіреді. Автоматты қарқынды түрде ұңғыны ауыз жағымен алға, нысанаға қаратып ұстайды. Кеудеге жағдайында автоматтан ату үшін бауды мойнынан түсірмеуге рұқсат етіледі. Өйткені бау автоматты атыс кезінде нық ұстап тұруға пайдаланылады. АК-74 және РПК-74 қаруынан атыс жүргізу. Атысты жүргізу мыналарды қамтиды. Көздеуіш пен нысана көздеуішін қою, ауыстырғышты талап етілетін атыс түріне қою, дүмді орнықтыру, көздеу, шүріппені ағыту және атыс кезінде автоматты ұстап тұру. Автоматшы Жбанганов, мен нысана бойымен 4, нысана түбіне ат құп болады. Көздеуішті қою үшін автоматты өзіне жақындатып, оң қолдың бас және сұқ саусақтарымен қамытшаның бекіткішін қысып, қамытшаны көздеуіш тақтасының бойындағы санға оның алдыңғы қырын қажет бөлікпен үйлескенше жылжытады. Ауыстырғышты талап етілетін атыс түріне қою үшін оң қолдың бас бармағымен ауыстырғыштың шығын қысын басып, ауыстырғышты бірінші шертпеге дейін, автоматты атыс жүргізу үшін екінші шертпеге дейін, жекелей атыс жүргізу үшін төмен қарай бұрады. Автоматты және пулеметті орнықтыру үшін оны сол қолмен тапаншалық тұтқасынан ұстап, және нысананы көзден таса қылмастан дүмді иыққа, оның бүкіл желкелілігімен тығыз қабысуын сезінетіндей етіп тірейді. Оң қолдың сұқ саусағы ағытқыш шүріппеге салынады. Бас алға қарай сәл еңкейтіліп, мойын сірестірілмей, оң жақ шеке дүмге тигізіледі. Қаруды атыс кезінде ұстап тұру үшін автоматты және пулеметті оқ жатырдан, немесе құндақтан сол қолмен, ал оң қолмен тапаншалық тұтқасынан ұстайды. Көздеуішін сол көзді қысып, ал оң көзбен көздеуіштің ойық арқылы қарауылға қарап, қарауыл ойық ортасында, ал оның төбесі көздеу тақташасы қырының жоғары шеттерімен бірдей болуы, яғни тегіс қарауыл алынатындай болуы керек. Дем шығармай тынысты ұстап, шынтақты қозғап, ал қажет болса дене мен аяқты қозғау арқылы тегіс қарауылды көздеу нүктесіне келтіріледі. Осымен бір мезгілде сұқ саусақтың бірінші буынымен ағытқыш ілмекті басады. Шүріппені ағыту үшін сол қолмен автоматты, пулеметті құндағынан немесе оқ жатырынан нық ұстап, ал оң қолмен демді ішке тартып, шүріппе ұрыстық қайырмадан ағытылғанша, яғни атыс болғанша, ағытқыш ілмекті жайлап басу керек.
Түйдектете атыс жүргізу кезінде автоматтың дүмін иыққа орнықтырған күйінде нық ұстап, шынтақтардың жағдайын өзгертпей, көздеуіштің ойығында тегіс қарауылды көздеу нүктесімен дәлденуін сақтау керек. Әрбір атыстан соң көздеу дәлдігін тез арада қалпына келтіру қажет. Атысты тоқтату. Атысты тоқтату уақытша немесе толық болуы мүмкін. Атысты уақытша тоқтату кезінде Тоқтат! пәрмені беріледі. Атқыш бұл пәрмен бойынша шүріппені басуын тоқтатып, қаруды тежегішке қояды. Және қажет болса оқ жатырды ауыстырады. Атысты толық тоқтату үшін тоқтат пәрменінен соң Оғын ал! пәрмені беріледі. Бұл пәрмен бойынша атқыш қаруды тежегішке қояды. Көздеуіш қамытшаны артқа қарай шегіндіріп, автоматта көздеуішті П-ға, пулеметте көздеуішті 1-ге және нысана көздеуішін 0-ге қойып оғын алады. Жатып ату кезінде дүм жерге түсіріледі. Әр қарай жауынгер жағдайға сәйкес әрекет жасайды. Тұру үшін екі қолын кеудеге тартып, автоматты оң қолмен құндағынан және оңғы бастырмасынан ұстап жатып, 1-ге 2 аяқты біріктіре қосып, қолды дереу түзетеді. Кеудені жерден көтеріп, оң аяқты алға қарай созып, тез тұрып кетеді. Пулеметпен тұру үшін аяқты алға қарай созған соң, пулеметті алып, тез тұрып жағдайға қарай әрекет жасайды. Қаруды қарауға! Бұл пәрмен бойынша түрегеп тұрып ату жағдайында автоматты сол қолмен құндағынан ұстап, оң қолмен оқ жатарды ажыратып алады. Сол қол саусақтарымен оқ жатырды қарудың құндағына қысып, қару сақтандырғыштан босатылады. Бекітпе жақтауын кері тартып, қаруды біршама солға бұрады. Командир оқтықпен оқ жатарды қараған соң, бекітпе жақтауы өздігімен жіберіледі. Шүріппе ұрыстық қайырмадан босатылады. Қару сақтандырғышқа қойылады. Содан соң оқ жатар қосылып, автомат белдікке, ал пулемет аяққа жағдайын алынады. Драгунов СВД мергендік винтовкасынан жатып ату жағдайында атуға ыңғайлану. Жатып ату жағдайына ыңғайлану үшін оң қолды бау бойымен біршама жоғары көтеріп, винтовканы иықтан алады да, оны сол қолмен оңғы жабуынан ұстап, содан соң оң қолмен винтовканы оңғы жағымен алға қаратып ұстайды. Осымен бір мезгілде оң аяқпен алға және біраз оң жаққа қарай толық адым жасалады. Алға қарай еңкейе сол аяқпен тізерлейді де, сол қолды жерге, саусақтарды оңға қаратып қояды. Содан соң сол аяқ жамбасымен сол қол білегіне алма кезек тіреліп, оң жақ бүйірге жату керек. Аяқтың ұштарын сырт қарата созып, етпетімен тездетіп жата қалу керек. Винтовканың оңғы жабуын сол қолдың алақанына қою керек. Винтовканы оқтау. Егер винтовкаға бұрын оқ жатар біріктірілмеген болса, онда винтовканы оқтау үшін патрондармен жабдықталған оқ жатарды біріктіреді. Винтовка тежегіштен алынады. Бекітпе жақтауын шапшаң артқа қарай, соңына дейін шегіндіріп, және оны өздігімен жіберу керек. Егер тез арада оқ ату жағдайы немесе ат пәрмені берілмеген болса, онда винтовканы сақтандырғышқа қою керек. Драгунов СВД мергендік винтовкасынан тізерлеп ату жағдайында атуға ыңғайлану. Винтовканың оңғы ауыз жағымен алға қаратып, оң қолмен оңғы жабуларынан ұстап, сонымен бірге оң аяқты артқа жіберіп, тізерлей өкшеге отыру керек. Бұл жағдайда алдыңғы аяқтың жіліншігі тік, ал жамбас тік бұрышқа шамалас болуы керек. Винтовканы оңғы жабуымен сол қолда, оны нысанаға қарата бағыттай отырып ұстайды. СВД мергендік винтовкасынан тұрып ату жағдайында атуға ыңғайлану. Тұрып атуға ыңғайлану үшін нысана бағытына қарай бір қырындап оң жаққа бұрылып,
сол аяқты иық кеңдігіне мөлшерлеп жылжытып қою керек. Мерген өзіне ыңғайлы тұруы үшін дене салмағын екі аяққа бірдей бөлуі қажет. Винтовканы иықтан түсіріп, оны сол қолмен оңғы жабуынан ұстап, оңғы жағымен алға нысанаға қаратады. СВД қаруынан атыс жүргізу. Атыс жүргізуге көздеуішті қою, бүйірлік көрсеткішті енгізу, дүмді көздеуішті қалыпқа келтіріп, ұрыстық қайырмадағы шүріппені ағыту енеді. Оптикалық көздеуіштің көздеуішін қою үшін және бүйірлік түзеткішін енгізу үшін винтовканы өзіне, бұрама шкаласының бөлінісі жақсы көру үшін жақындатады. Жоғарғы бұраманы айналдыра отырып, көздеуіштің қажет бөлінісін көрсеткішке қарсы қояды. Бүйірлік бұраманы айналдыра отырып, көрсеткішке қарсы бүйірлік түзеткіш шкаласының талап етілген бөлінісіне қояды. Винтовканың дүмін иыққа тіреу үшін оны тежегіштен алу керек. Винтовканың дүмін иыққа толық тіреп, басты алға еңкейтіп, мойынға көп күш түсірмей, оң жақ бетті дүм жағына тигізу қажет. Оң қолдың сұқ саусағын шүріппеге салу керек. Шынтақты ыңғайлы жағдайда иық кеңдігіне мөлшерлеп, жерге қою керек. Шүріппені ағыту кезінде тор бұрышының жеңіл тербелісіне мән бермеу керек. Атысты тоқтату. Атысты тоқтату уақытша немесе толық болуы мүмкін. Атысты уақытша тоқтату үшін Тоқтат! пәрмені беріледі. Мерген осы пәрмен бойынша ағытқыш ілмекті басуын тоқтатып, винтовканы тежеуішке қояды және қажет болса, оқ жатырды ауыстырады. Атысты толық тоқтату үшін Оғын ал! пәрмені беріледі. Бұл пәрмен бойынша мерген үстіңгі және төменгі бұрамаларда нөлге қойып, қарудың оғын алады. Жатып ату кезінде мерген винтовканы оңғы жабуынан оң қолымен ұстап, дүмді жерге түсіреді. Оңғы бөлігін сол қолдың шынтағына қою керек. Жатып ату жағдайында атыстан кейін тұру үшін екі қолды кеуде тұсына тартып, винтовканы оң қолмен оңғы жабуынан ұстап тұру керек. Сонымен бірге екі аяқты біріктіре қосып, қолды дереу түзетіп, кеудені жерден көтереді де, оң аяқты алға қарай созып, тез тұрып, қажет болған жағдайда қозғалысты бастау керек. Атыс қаруынан атыс жүргізу ережелерін білу, атыс жүргізу кезіндегі қауіпсіздік шараларын орындау үшін керек. Атыс жүргізу кезіндегі қауіпсіздік әрбір адамның атыс алаңында немесе терде белгіленген тәртіппен ережелерді біліп және қатаң орындалуымен, тәртіптілікпен қамтамасыз етіледі.